Әріптестер, бағанағы мен сіздерге айтқан программа көрсетейін деп едім. Мына Pinterest деп жазасыздар. Pinterest осылай жазасыздар ғой. Мынандай болып шығады, қараңыздар, мына. Осыны басасыздар. Сол кезде сіздерге осындай неше түрлі шығады. Иә, шаблондар. Мына поисковикке жазасыздар. Поисковикке мына жерге іздеу жолағына растяжка деп жазасыз ғой. Растяжка. Мына көрініп тұр ма? Растяжка для оформления деп жазыңыз. Растяжка деп жаза саласыз ғой. Ана созылып жатқан, керіліп жатқан қыздар шығады, әйтпесе. Растяжка для оформления деп жазасыз. Сол кезде осындай болып шығады. Мен бағана мынаны мысалға алып істедім ғой. Енді қараңызшы. Мына растяжканың түрлері осы жерде тұр. Ұнағанын өзіңізге скачать етіп аласыз. Өзіңіз ұнатқаныңызды, көңіліңіз қалағаныңызды. Мысалға, мен мынаны алайын. Міне, бұлай ашылады, е. Сосын ашып алғаннан кейін мына жағын басасыз да сохранить как дейсіз. Міне. Мынау бүйтіп сақталады ғой сізге. Міне, бірінші осыны жасап алыңыз, үйреніп. Сосын мына жерге барасыз ғой. Мына біреу Джамиля Агапита деген біреу жасаған екен осыны. Енді осының аккаунтына кіреміз де, бұның тағы не жасаған дүниесі бар. Міне қараймыз. Мынаның бәрі қажет болса, жүктеп алдыңыз, қажет болмаса, қайтып өшіре салыңыз. Міне осындай дүниелер бар мына жерде. Назад өтіп кетеміз. Тағы нәрсе бар. Астына қарай сәл өтіңіз. Міне мына жерде көп деген түрлері бар. Мынандай да растяжка бар. Міне мынандай түрлері де бар. Мынандай флажок сияқты өте көп нұсқалар бар, қыздар. Мінекей. Осыны көрсетіп жіберейін деп сіздерге көрсетіп жатырмын. Мына гүлдің астын басқаннан кейін міне неше түрлі. Бірінші осыны скачать етіп алыңыздар, осы программаны. Қазір келесісін көрсетем қалай өзгереді жасайтын. Мысалға, мынау да әдемі екен, е, ортасына жазғанға. Міне көп түрлі шығып жатыр. Енді кірсеңіздер шыға алмай қаласыздар қазір.